Жұмыс. Метод. Ал, сөйле. Сәлем, менің жұмысқа адал достарым. Бақытты адам, ол өзінің сүйікті ісімен айналысатындар. Онда тыңдайық. Алақай, сағат 6 болды. Үйге кеттік. Жоқ, сіз қазір кете алмайсыз. Сіз әлі есепті аяқтамадыңыз. Мен еркін адаммын, құл емеспін. Егер кетсеңіз, жұмыстан еркін боласыз. Мұнымен не дегіңіз келіп тұр? Жұмыстан босатылдыңыз. Сіздің қылықтарыңызға тойып біттім. Ал мен сізден шаршадым. Міне, сіздің есебіңіз. Ал енді, тойдыңыз ба? Басынан неге солай айтпадыңыз? Күні бойы аспанға қарап, жұлдыз санадыңыз. Не болыпты? Мен кеше барлығын орындап тастағанмын. Ал бүгін күні бойы осыны бетіңізге қалай лақтырсам болады деп армандадым. Неге өйтесіз? Мен сізге не істедім? Сыйлық ақыларыңды уақытылы бердім. Бонустар алдыңдар. Ақшаны бетіме баспаңыз. Мен жақсы қызметкермін. Енді қайда барасыз? Сіз принтерді де қолдану білмейсіз ғой. Ештеңе етпейді. Компьютер мен сканерсіз де күн көруге болады. Сізді алда талай сан соқпақ күтіп тұр екен. Далада қалмаспын. Үміттенбей ақ қойыңыз. Әжемнің қалдырған мирасы бар. Солай ма? Құттықтаймын. Ауылдағы үй және 2 сиыр. Сүттен май былғаймын, балық аулаймын. Барлығы армандағыдай, алақай. Ал сіздер әрі қарай қағаз қопсытып отыра беріңіздер. Мен кеттім. Ең болмағанда мекен жайыңызды қалдырыңыз. Барып бірге балық аулармыз. Не ексең, соны орасың делінген халық мақалында. Сөздерді кем дегенде 5 рет қайталауды ұмытпаңдар. Рахмет.